Анығында мен қарапайым халық мұғалімімін. Оқыған оқуым да көп емес, аз. Сол аз білімді қайткенде ел мүддесіне, ел мақсатына жұмсаймын деп ой кешкен адаммын. Қазіргі жастарға айтарым, мен де өздеріңдей адам. Менің азды көпті істеген ісім болса, соның бәрі осында отырған қай-қайсының да қолымнан келеді. Мен оған кәміл сенем. Әйгерім, сен шыға ғой тақтаға. Ал Әйгерім, сенің арманың қандай? Мен өскенде мұғалім боламын. Мұғалім мамандығы барлық мамандықтың анасы. Дәрігер, ақын, ғарышкер, ғылым бәрі мұғалімнен білім алған. Мұғалім болу үшін жақсы оқу керек. Жарайсың. Әйгерім, бұл ой саған қайдан келді? Мен Ахмет Байтұрсынов атамыз сияқты ұлт ұстазы атанғым келеді. Ұстаз болу үлкен жауапкершілік. Бұл жай ғана кәсіп емес, әр баланың өміріне жол сілтеп, оның тұлға болып қалыптасуына ықпал ететін қасиетті мамандық. Жаңа заманда білім беру жүйесі өзгеріп, жаңашылдықтар енгізіліп жатса да, ұстаздың негізгі мақсаты өзгермейді. Ол білім ғана емес, тәрбие мен адамгершіліктің де жаршысы болуы тиіс. Мен өзімді осы қасиетті мамандыққа арнаған жас ұстаз ретінде әр күн сайын жаңа нәрсені үйренемін. Оқушыларға білім бере отырып, өзім де олардан көп нәрсені үйренемін. Балалардың өмірге деген шынайы көзқарасы, кішкентай нәрселерден қуаныш таба білуі, әр сәтті бағалай алуы маған да үлгі. Туған жерім Маңғыстау облысы Жетібай ауылындағы нөмір 5 жалпы білім беретін мектепте білім алдым. 2018 жылы осы білім ордасынан түлеп ұшқан соң, бала шақтан бері жүрегімде тербелген арманыма бір қадам жақындай түстім. Ақтөбе қаласындағы Құдайберген Жұбанов атындағы мемлекеттік университетіне бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша оқуға қабылдандым. 4 жыл білім нәрімен сусындаған қара шаңырақты аяқтаған соң, алған білімімді болашақ ұрпақтың игілігіне жұмсауға ұмтылдым. Арманымды туытып, мақсатымды айқындаған шақта, мен өзімді жас маман ретінде сезініп, болашағыма нық қадам бастым. Бұл жолда қиындықтар аз емес. Әр бала жеке тұлға, олардың мінезі, ойлау қабілеті, үйрену тәсілі әртүрлі. Біріне түсіндіру оңай болса, екіншісіне қосымша назар аудару қажет болады. Мен әр оқушымның көзіндегі білімге деген құштарлықты сөндірмей, оны одан әрі дамытуға тырысудамын. Сондықтан бұл мамандықты тек кәсіп деп емес, үлкен ерлік деп атауға болады. Себебі нағыз мұғалім жүрегімен білім беріп, шәкіртінің өміріне жарық сәуле шашады. Мен қазіргі заман талабына сай оқушылардың танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамытуда жаңа ақпараттық технологияларды, қызықты әдіс тәсілдерді тиімді қолданудамын. Бастауыш сынып мұғалімі нағыз әмбебап маман. Біз бір ғана емес, бірнеше пәннен сабақ беріп, әртүрлі әдіс тәсілдерді қолданып, оқушыларға сапалы білім берудеміз. Әдебиеттік оқу, математика, жаратылыстану, дүниетану және көркем еңбек осы пәндер бойынша оқушылармен жекелеген мақсатта жұмыс жүргізудемін. Қазақ тілі сабағындағы мақсатым оқушылардың тілдік дағдыларын қалыптастыру, тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу. Қазақ тілінің грамматикасы мен орфографиясын меңгерту, сөздік қорын байыту, жаңа сөздер мен жаңа сөз тіркестерін үйрету, олардың мағынасын түсіндіру. Қазақ тілі сабағында оқушылар жеке дара ғана емес, әр мақсатқа жету кезінде топтаса, жұптаса мақсатқа жетеді. Жаратылыстану және дүниетану пәндеріндегі мақсатым балалардың табиғат құбылыстарын зерттеуге қызығушылығын арттырып, ғылыми ойлау негіздерін дамыту, экологиялық мәдениетті қалыптастыру, оқушыларды табиғатты қорғауға, оны аялауға және тұрақты дамуға үлес қосуға үйрету. Сабақта практикалық дағдыларын дамыту, бақылау, тәжірибе жасау, салыстыру, талдау және қорытынды шығару қабілеттерін қалыптастыру. Әдебиеттік оқу сабағында көркем еңбекті ұштастыру оқушылардың қиялын дамытуға, шығармашылық ізденістерін кеңейтуге зор мүмкіндік береді. Көбіне әдебиеттік оқу сабағында көркем еңбекті ұштастыра отырып,
сабағымды жоғары деңгейде жүргізіп отырамын. Сурет салу, макет жасау, ассоциациялық белгілерді қолдану арқылы балалар оқыған шығармаларын көз алдына елестетіп, оны жан-жақты талдай алады. Бұл олардың көркем ойлау қабілеттерін жетілдіріп, әдеби туындыны қабылдау деңгейін арттырады. Көркем еңбек сабағы балалардың ең сүйікті пәні десем артық айтқандық емес. Сабақта балалардың қиялын, эстетикалық сезімдерін және өнерге деген қызығушылығын арттыру мақсатында түрліше тапсырмалар ұсынып отырамын. Математика сабақтарында оқушыларымның логикалық ойлау, нақтылық және жүйелілік дағдыларын қалыптастыру арқылы зияткерлік деңгейін арттыруға жұмыс жасаудамын. Есептерді шешу кезінде оқушыларым өз бетінше ойлау, жаңа шешімдер іздеу қабілеттерін дамытады. Ең бастысы, функционалдық сауаттылықтарын математиканы өмірмен байланыстыру арқылы оқушыларды математикалық ұғымдарды тез меңгеруіне жол ашудамын. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында деген еді. Сондықтан мен өз оқушыларымның болашағы жарқын болуы үшін бар білімім мен тәжірибемді жұмсаймын. Елдің келешегі білімді ұрпақтың қолында, ал сол ұрпақты тәрбиелейтін жаңашыл ұстаз.